Мен бұл қалаға бір рет келген едім. Қала дегенде қалай айтсам екен, бұл қалада мен түсімде ғана боламын. Алғаш рет айналамда өзіме бейтаныс заттарды көріп таңдандым. Жол теңіз бен жер ортасында сияқты. Осы жолмен ұзақ жүре берсең, алдыңнан бейне бір бейтаныс, бұл әлемде жоқ қала шығады. Жол бойындағы аққулар мен киттер көз тартады. Су бетіне өздерінің өнерлерін көрсетіп, сан түрлі іздер қалдыруда. Мұны көргендегі әсерім шексіз. Келесі бір жағыма қарасам, өсіп тұрған гүлдер мен ағаштар. Керемет бау-бақшалар. Аспан мен жерде ұшып жүрген ерекше құстар. Айнала бейне бір қорық сияқты жануарлардың түр-түрі. Не жоқ, жер бетіндегі барлық жануарлар. Бұл жерді бір сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір білерім ерекше көрініс, ерекше естен кетпесі ғажайып. Айналаға қарап тамсанудан жалықпайсың. Бір қызығы, осы қала маңында тұратын көптеген адамдар әңгіме басына айтып кеткен жер бетінде жоқ ерекше қалаға кіре алмайды. Ұзын түзу жол, еркеше қалаға бағытталған. Қала әрі қарай кіру үшін адамдар адасынан таңдаулары ғана кіреді екен. Мысалы, 1000 адамнан біреуі. Енді ойлай беріңіз. Бұл қалаға кіру біраз адамның арманы болар. Осылай қалаға қалай кіремін деп, қалаға жақындап көпірдің жанына ойланып тұрғаным сол еді, досым Сабира мені оятып жіберді. Мақпал, тұр, сабаққа кешігеміз. Неге оянбай жатырсың? Не қылған ұйқы? Қызау, кешігеміз, тұрсаңшы енді. Не дейсің? Қазір. Осылай екеуміз сабаққа бардық. Күні бойы есімнен көрген түсім кетпеді. Сабақ біткеннен кейін кафеге бардық. Мұндағы официант жігіт менен көз алар емес. Мен де оған жаман қарадым. Ол болса жымиып қарады. Біздің тапсырысымызды әкеліп берді. Тамақтанып алып, бірден шатақханаға қарай жол тарттық. Кеш болды. Берілген тапсырмаларды орындап ұйқыға кеттік. Осылай ұйықтап жатып, тағы да сол ерекше қаланы көрдім. Қала бұл жолы бұрынғысынан да әдемі, тамаша көріністе. Іште ойлап қоям, осы қалаға қайтсем де кіруім керек деп. Осылай ой үстінде тұрғанда қалаға да жетіп, әңгіме басында айтқан көпірден де өттім. Бірақ қалайша мен өттім?